Құрметті көлік иелері, жүргізушілер тәртібін арттыруда жол жүрісі қағидаларын бұзуды анықтайтын автоматты жүйелер маңызды рөл атқарады. Бүгінгі таңда еліміздің жолдарында 17 мыңға жуық автоматты камера орнатылған. Камера көмегімен жыл сайын жол бойында орын алатын барлық бұзушылықтардың 40% анықталады. Осыған байланысты Ішкі істер министрінің тапсырмасымен қорғау қауіпті жүргізуші мобильді қосымша әзірленді. Сергек бейнекамералар мен Ішкі істер министрінің жедел басқару орталығы полиция қызметкерлерінің мобильді планшеттері біріктірілді. Және онда жүргізушінің қазіргі орны туралы мәлімет көрсетіледі. Оның ішінде көлікті жалған номермен басқаратын жүргізушілер, техникалық байқаудан өтпеген немесе сақтандыру полисінсіз көлік жүргізгендер, оларды ұстау қажеттілігі туралы ақпарат түскен жүргізушілер, 10 минут ішінде 2 немесе одан да көп жол ережесін бұзғандар. Полиция қызметкерлері сергек арқылы қауіпті жүргізуші туралы ақпаратты алып, апаттың алдын алу шараларын қабылдайды. 2022 жылы 19-21 сәуір аралығында Шымкент қаласында полиция департаментінің базасында аталған қосымша арқылы жедел профилактикалық іс-шаралар өткізілді. Бір күннің ішінде қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасының көмегімен 2000-нан астам жол ережесін бұзған 95 автокөлік ұсталды. Оның ішінде жалған мемлекеттік нөмірі бар 36 автокөлік анықталды, сақтандыру полисі жоқ 51 шетелдік автокөлік анықталды, 107 рет жол ережесін бұзған 3 автокөлік анықталды, оларға 3 миллион теңгеден аса айыппұл салынды. Осындай шара Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында жүзеге асуда. Бір күнде 45 автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Бұл іс-шаралар жол ережесін тиімді бақылауға, жазаны бұлтартпау қағидатын сақтауға арналған. Ішкі істер министрлігі мұндай тәжірибені жуырда еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асырады. Осыған байланысты автомобиль қоғамдастығын жол жүру ережесін жеке қауіпсіздік пен көліктік тәртіпті қатаң сақтауға шақырамыз. Қолға алған бұл шараның негізгі мақсаты алдымен біздің азаматтарымыздың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігін және мүлкін сақтауды көздейді. Түсіністік танытқандарыңызға рахмет.